Адам денсаулығы үшін уақытлы дұрыс тамақтана білу өте маңызды. Дегенмен, соңғы кездері уақыттың тапшылығынан фастфудтың маңыздылығы артып отыр. Фастфуд деген не? Оның адам денсаулығына қандай зияндылығы бар? Білгіңіз келсе, әрмен қараңыз. Фастфуд ағылшын тілінен аударғанда жүгіріп жүріп қоректену, жылдам тамақтану дегенді білдіреді. Соңғы кездері белең алып келе жатқан уақыты тапшы адамдарға қолайлы тамақтану түрі. Фастфуд индустрия ретінде алғаш рет 1920 жылы Америкада пайда болды. 1921 жылы Канзаста White Castle атты компания ашылып, алғашқылардың бірі болып гамбургер дайындалған еді. Ал 1948 жылы Ричард және Морис Макдональдтар бүгінде әлемге әйгілі Макдональдс жылдам тамақтану жүйесін құрды. Ал отандық фастфуд нарығының қалыптасуы 1990 жылы Алматыда құрылған Шеггис ресторанынан бастау алды. Көп адамдар фастфудты коламен ішсе тезірек қорытылады деп ойлайды. Шындығына келгенде, кола асқазанды бүрлерімен қоса шайып кетеді де, фастфуд тағамдары нормадағы 8 сағаттың орнына 12 сағатта ғана қорытылады. Фастфудтың құрамында май көп те, дәрумен аз. Салмақ қосылғанмен дәруменге мұқтаждық өзгермейді. Шашы түсіп, терісі өнсізденіп, тәбеті қашып жүрген адам көрсеңіз, фастфудтың зияндылығын айта жүргейсіз. Фастфудта адамның бір күндік калориясы бар. Соған қарамастан ойымсыз. Ал жұмсалған калория семіздікке апарар төте жол екенін ұмытпағайсыз. Тағамның дәмін күшейту үшін фастфуд өнімдеріне түрлі қоспалар қосылады. Олар адамның терісінде проблемалар туғызып, ағзада жинала келе қатерлі ісік ауруына шалдықтырады. Аталмыш өнімдер никотин, алкогольмен теңдей дәрежедегі тәуелділік туғызады. Көп мөлшердегі май мен қант тез үйренісуге жағдай жасап, нәтижесінде адам үй тағамдарының дәмін сезбейтін күйге түседі. Фастфуд құрамындағы трансмайлар онкологиялық, жүрек қан тамыры ауруларының, кеуде қатерлі ісігі мен белсіздікке алып келеді. Акриламид қосындысы психикаға қатты әсер етіп, генетикалық аурулар туғызса, артық мөлшердегі қант пен тұз гипертония, бүйрек аурулары, қант диабетіне шалдықтырады. Статистикалық деректерге сүйенсек, 1980 жылы әлем тұрғындарының 23% артық салмақпен есепте тұрса, 2008 жылы бұл көрсеткіш 33%-ға жеткен. Артық салмақ 1996 жылы Қазақстанда жалпы халықтың 42%-ын құраса, 2015 жылы 55%-ға дейін өскен екен. Бүгінде қазақстандық мектеп оқушыларының 40%, студенттердің 60%, күнделікті ақшаларын тіске басар алуға жұмсайтынын ескерсек, артық салмақтың үдейе түсуі ғажап емес. Фастфуд өндірушілерінің мынадай маркетингтік амалдары бар. Интерьерде тәбет ашатын қызыл түс қолданылады. Бір-біріне жақын орналасқан үстел орындықтар жайланып отыруға мүмкіндік бермесе, шулы әуендер жылдам тамақтануға итермелейді. Нәтижесінде адам жылдам тамақтанып, асқазанға орасан зиян келеді. Өндірушілер жарнамаға миллиардтап қаржы салады. Себебі жарнама көбейген сайын адамдар өнімнің зияндылығына немқұрайлықпен қарай бастайды. Фастфудтан бас тартыңыз, болашағыңызды салауатты етіңіз.